Ал түркістандық Нәзира Рүстембаеваның ғажайып тағдыры күлі дүниежүзі ғалымдарын аяғынан тік тұрғызды. Тіпті мамандар 4 жасында ұйқыға кеткен қазақ қызының тек 20 жасында оянуын әлі күнге дейін түсіндіре алмай келеді. Ташкенттегі ғылыми зерттеу орталығында арнайы түтікшемен тамақтанып, бақылауда болған Нәзира ұйқыда жатқан жылдардағы сезімін қазақ еліне енді ғана айтып беруді жөн көрді. Өмірі өзгелерден өзгеше жаның ұйқыдан кейінгі бүгінгі өмірімен ол тап болған тосын жайттың сыры келесі бейнематериалда. Мына сурет тағдыры таңдай қақтырған таңғажайып жанның өткен өмірінен қалған жалғыз естелік. Нәзира Рүстемованың басынан өткерген жағдайы жұрттың жағасын ұстатты. Қазақстанның оңтүстігінде туған ойын баласы басынан күн өтті деген күдікпен ауруханаға түседі. Есін жимаған кішкентай науқасты дәрігерлер өлдіге санаған соң, небәрі 4 жастағы Нәзираны ата-анасы жер қойнына табыстайды. Жерлеу рәсімінен бір күн өткенде атасы түсінде немересінің тірі екенін жеткізген аян алғанын айтады. Алайда көп ұзамай қабірден босатылған бүлдіршіннің оянуы қиынға соғады. Осылайша Ташкенттегі ғылыми зерттеу орталығына жіберілген қазақ қызы қосымша құрылғылардың көмегімен 16 жыл бойы ұзақ мерзімдегі ұйқыда жатады. Мен ұйқыда жатқан кезде кәдімгідей түс көретінмін. Үнемі шырт ұйықтап жатқан қыздың бейнесі енетін. Ол кезде сол жанның өзім екенімді білмедім. Тіпті өрік алма ағаштарының гүлдеген кезіндегі иісін де сезетінмін. 4 жасында ұйқыға кеткен қыз тек 20-ға толған кезде тоқтаусыз телефон шырылынан оянады. Бұл кезде Нәзираның бойы бар жоқ 39 сантиметр өскен. Алайда тым ұзақ мерзімдегі ұйқыдан соң Нәзираның бірден бойы өсіп, салмақ жинай бастаған. Дегенмен оянғаннан кейінгі өмірі өзгелерді қойып, өзіне түсініксіз жайттарға толы болады. Өмірінде оқымаған ағылшын тілінде өлең жазып, қазақ, орыс тілдерінде еркін сөйлей бастайды. Я могла не есть, не пить. Оянған соңда мен қатарынан бірнеше күн тамақ, су ішпей жүре беретін едім. Алғашында халық мені шайтанға санап, мені көрген жерде сырт айналып қашатын. Алайда сырт көздің сұқтана қараған жанарынан жас қыз, тек ғалымдар оны Мәскеуге арнайы зерттеуге алып кеткенде ғана құтылады. Алайда қазақ қызының басына түскен бұл жайтты әлемнің бірде-бір ғалымы түсіндіруге қауқарсыз болып шықты. Ми қатпарларының психикалық күйзеліске төтеп бере алмауынан болатын бұл құбылысты медицинада литургиялық ұйқы деп атайды. Ол кикілжіңге, күйзелістерге төтеп бере алмайтын адамдардың кез келгенде кездесуі мүмкін. Көбінесе ол психикалық ауруларына жатады. Көбінесе әйел кісілерде болады. Қатты психикаға травма болған кезде, сол кезде басталатын жағдай. Қазір заманауи медициналық құрылғылардың арқасында қайтыс болған жан мен ұзақ мерзімге ұйқыға кеткен адамдарды ажырату қиын емес. Ал бұл бүгінде еруге келген Нәзира Рүстемова тап болған жайттың қайталанбайтынын білдіреді. Лимар Салиев, Думан Сүлейменов, Ринат Абылқайыров, Алмас Бестембеков, Информбюро, Алматы.